2025 жылда Қарақалпақстан Республикасында инвестиция бағдарламасы, Ислам Рауажлану банкі һәм ОПЕК халықаралық қоры қаржылар тикарында 33 білімдендіру дәргайлары, солар қатарында 24 мектепте һәм 8 мектепке шекемге білімдендіру шөлкемлерінде ірі капитал құрылыс оңлау жұмыслары алып барылды. Бұл жұмыслар үшін 154 миллиард сумнан астам қаржы ажыратылды. Сондай-ақ 34 білімдендіру дәргайлары, солар қатарында 8 мектеп һәм 24 мектепке шекемге білімдендіру шөлкемлері жаңадан құрылып пайдалануға тапсырылды. Соның менен бірге қауендерлердің қаржылар тикарында республикамызда және 2 мектеп һәм 1 балалар бақшасы пайдалануға берілді. Осы құрылыс жұмыслары қатарында пайтақтымыздың шеткі аймақтарында заманауи дизайн тикарында құрып біткерілген, жаһан тәлім тәжірибесі тикарында шөлкемлестірілген 55-ші салы ұлы білім беру мектебін айрықша атап өтуге болады. Демек, жылнамада президентіміз басшылығында білімдендіру тарауында әмелге асырылып отырған реформалардың нәтижелеріне, қолға кіргізілген табыстарға һәм жетіскенліктерге Қарақалпақстан Республикасы мысалында шолу жасаймыз. Республикамызда жаңадан мектеплердің һәм мектепке шекемге білімдендіру шөлкемлерінің құрылуы һәм капитал оңлаудан шығарылуы менен мектеп білімдендіру системасында қосымша 8276 оқушы орны жаратылған болса, мектепке шекемге білімдендіру шөлкемлерінде болса 3640 балалар тәлім тәрбие алу имканиятына ие болды. Құрметті президентіміздің білімлендіру тарауына болған ітібар жүдә айрықша. Үсінде ітібардың нәтижесі 55-ші салы ұлма орта білім беру мектебін айтсақ болады. Себебі бұл мектепте президент мектебінің тәжірибесі ең жайдырылмақта. 5-ші, 6-ші, 7-ші классларымызда дүния жүзі таң алған Кембридж оқу бағдарламасы бойынша балаларымыз оқытылады. 2-ші, 4-ші классларымызда табиғи һәм анық пәндерге тереңлестірілген класслардың ашылуы, 7-ші, 11-ші классларымызда оқушыларымыздың қалеуі менен ата-аналардың сұрауы менен вариатив класслардың шөлкемлестірілуі, 9-ші класс біткерушілерімізді кәсіпке бағдарлау жұмысларын жолға қою мақсатында ең заманауи кәсіплерге үйрету жолға қойылған. 5 түрлі кәсіп иелеп шығады. Оқушыларымыз бұл видео һәм фото түсіру, 3D модельлестіру, арт-дизайн, ақпарат коммуникация технологиялары, робототехника бағдарлары бойынша арнаулы курсты жұмақлап, егер жоғары оқу орнына кіре алмай қалған жағдайда да өзінің кәсібін иелеп, өзі бір анық кәсіптің маманы болып шығады. Бұндай шариғатлардың һәммесі балаларымыз үшін бейпіл жаратылған. Біздің мектебімізде тәрбиеланып отырған оқушыларымыз ертең сол жаңа Өзбекстанның бір жаңа білімлі инсанлары болып жетілсек деген үміттемен жаһан тәжірибесі ең жайдырылған мектеплер қатарында болып, дүния жүзіндегі өзінің теңдеслерімен арқайым белесе алатұғын, елімізге белгілі педагог қызмет істейтұғын инсанлар жетілсек деген ойдаман.